Манчестерде юз берген теракт нәтижесінде зарар көрген украинлілер ақында малуматта таздықланылмай. Бұны Украина тыш ишлер назерлегінде білдірелер. Президент Петро Порошенко Манчестердеки патлавны такбих етті ве фаджа себебінден өз тазиелеріні білдірді. Манчестердеки теракт ақында хабер шашыртты. Терроризм вақаларыны қатиен такбих етем. Әлі колғанларының айлелері ве яқынларына тазиелерімні білдірем деп язды президент Твиттерде. Базар эртесі күні ақшам майысының 22-сінде Манчестер аренада олып кечкен концерт вақтында юз берген патлав нәтижесінде олған малуматқа көре тахминен 20 инсан әләк олды. 59-ы яраланды. Полиция вақаны теракт оларақ таны ве оның шахид тарафындан етілмесіні тұшыне. Reuters агентлігі ичтимаи ағларда ашкар етілген террористлерінің видеосына әсасланып, месулиетні озуне ислам девлеті террористик тәшкілеті алғаныны білдіре. Fikrimizge göre geçken gece bir insan hücum etti. Esas maksadımız, onun öz başına ya da sistema azası olarak hareket etkeni bilgilemek. Hücum etken insanın arenada vefat etkeni tasdiklayım. Bizimce onun elinin yapılgan patlaf aleti var idi. Onu bu kadar cinayetini etmek için kullandı. İnsanlarga müracaat etemiz. Vakıya malumatları ile mütekerlik etmemek ve malumatını paylaşmak. Bu ciddi makiyaslı takikat olacak.